Әрбір қазақстандық мемлекеттен 10 сотық көлеміндегі жер учаскесін алуға құқылы. Жер кезегіне өтінішті e-gov.kz электронды үкімет порталы арқылы беруге болады. Жер алу үшін тұрғылықты тіркеу орнына қарамастан Қазақстанның кез келген өңірін таңдай аласыз. Егер сіз бұрын әкімдік арқылы кезекке тұрсаңыз, map.gov.kz сайтында ЭЦК көмегімен авторизациядан өтіп, кезек ретін қадағалауға болады. Ал егер сіз кезекке тұру туралы қайтадан өтінім берсеңіз, жүйеде бұдан бұрын болған өтінішіңіз автоматты түрде жойылатынын ескертеміз. Сондай-ақ кезектен шығу үшін де жоғарыда аталған мемлекеттік қызметті пайдалана аласыз. Егер сіз бұдан бұрын мемлекеттен жерді тегін алған болсаңыз, не болмаса елді мекенде жеке тұрғын үй құрылысы үшін бос аумақтар болмаған жағдайда жер учаскесі берілмейді. Жер телімдері алаңдардың дайындалуына қарай, немесе елді мекеннің бас жоспарына сәйкес бос аумақтар болған кезде берілетін болады.